Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмді, тәтті, осындай вареный сгущенкамен жасалатын жаңғақтарды ұсынамын. Бұндай тәтті жаңғақтарды жеп көрсеңіздер, бірден ғашық боласыздар. Сол себептен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге қажет ингредиенттер: ұн қажет, сары май қажет, және де осындай вареный сгущенка қажет, 3 жұмыртқа қажет, сірке суы, қант, осындай ерітілген сары май қажет, және де сәл ас содасы қажет. Ең алдымен 3 жұмыртқаны осындай бір ыдысқа жарып аламыз. Жұмыртқаны венчикпен немесе қасықпен бір араластырып аламыз да, оның үстіне қантымызды қосамыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз да қоя тұрамыз. Енді кезекте біз жарты шай қасық ас содасына сәл сірке суын қосып, осылай екеуін араластырып массамызға қосамыз. Ас содасы мен сірке суын осылай гаситетіп қосқан кезде соданың дәмі мүлдем шықпайтын болады. Немесе бұның орнына жарты шай қасық қопсытқыш қосуға да болады. Ендігі кезекте ситадан өткізілген ұнымызды осылай 2-ге 3-ке бөліп қосып жақсылап араластырамыз. Енді қалған ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз біздің дайын. Столдың үстіне сәл ұн сеуіп аламыз да, қамырымызды қойып, бір илеп қоямыз. Біздің қамырымыз тура осындай жұп-жұмсақ болуы керек. Енді осы қамырдан біз кішкентай шариктар жасаймыз. Енді орешницамызды қыздырып аламыз да, жаңағы шариктарымыздың барлығын салып шығамыз. Егерде жаңағы шариктарымыз үлкендеу болып кетсе, сәл осылай қамырымызды алып тастап, барлығын осылай салып шығамыз. Енді бетін жабамыз да, мөлшермен 5-6 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Бұл жаңғақтарымыз піскенше біз келесі шариктарымыздың барлығын домалатып дайындап қоямыз. Біздің жаңғақтарымыз пісті, енді барлығын бір ыдысқа алып аламыз. Енді жаңағы дайындап қойған домалақ қамырларымыздың барлығын тағы да салып, толтырып шығамыз. Енді жаңағыдай тағы да 5-6 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен жаңғақтарымыздың барлығын жаңағыдай бір ыдысқа алып аламыз. Тура осы видеода көрсетілгендей барлық жаңғақтарымызды пісіріп аламыз. Міне біздің жаңғақтарымыздың барлығы дайын болды. Мына жерде менде уже жабыстыруға дайын тұрған жаңғақтар. Мына жердегі жаңғақтарды мен шеттерін, артық жерлерін кесіп алып тастаймын. Тура видеода көрсетілгендей осылай артық жерлерін алып тастаймыз. Міне жаңғақтарымыз дайын, енді жабыстыра берсек болады. Енді біз вареный сгущенкамызды дайындап аламыз. Осылай бір араластырып алып, үстіне бір ас қасық сары майымызды қосып араластырамыз.
Ендігі кезекте жаңағы жаңғақтарымыздың артық жерлерін оқтаумен үгітіп аламыз да осы вареный сгущенкамыздың ішіне қосып араластырамыз. Сонда біздің жаңғақтарымыздың дәмі өте ерекше болып шығады. Міне тура осылай қосамыз да енді барлығын төкпей шашпай жақсылап араластырып аламыз. Вареный сгущенкамызды дайын, енді біз жаңғақтарымызды жабыстырып бастаймыз. Жаңғақтарымыздың екі жағына бірдей осылай вареный сгущенкамызды салып аламыз да жабыстырамыз. Жаңғақтарымыздың ортасына ғана емес, шеттеріне де жағу керек, сол кезде жақсы жабысатын болады. Тура осы видеода көрсетілгендей барлық жаңғақтарымызды жабыстырып аламыз. Міне менің жаңғақтарым дайын болды. Өте дәмді, ерекше, жұмсақ болып шықты. Тура осы рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздердің жаңғақтарыңыз міндетті түрде дәмді шығады. Сіздермен болған Айгерім. Рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.